Баршаңызға сәлем. Бүгін сырные шарики дайындайтын боламыз. Ол өте оңай әрі тез дайындалады және де ыстық күйінде бірден жеп қоятын болады. Сондай дәмді болып шығады. Міндетті түрде бәріңізге дайындауға кеңес беремін. Ол үшін қажетті заттар: ақуыз 3 дана, 3 ас қасық ұн, 300 грамм ірімшік, яғни сыр және 2 шай қасық қопсытқыш. Ең алдымен таза құрғақ ыдысқа жұмыртқаның ағын саламыз, яғни ақуызды, және де оны миксермен көпіргенше араластырамыз. Ол аппақ болып, формасын ұстайтындай болып көпіруі қажет. Мінекей ақуыз дайын болды көпіріп, осындай болып шығады. Видеода көріп тұрғаныңыздай осындай болып формасын ұстауы қажет. Содан соң қамыр қопсытқышты ұнға қосып, екеуін алдын ала бөлек ыдыста араластырып аламыз. Және содан кейін көпірілген ақуызға қосамыз. Және де барлығын жақсылап тұрып қасықпен араластырамыз. Мінекей араласып дайын болды. Содан соң ірімшікті, яғни сырды осындай ұсақ үккіштен өткізіп аламыз, ұсақтап. Содан соң жаңағы массамызға қосып, барлығын жақсылап біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Мінекей араласып дайын болды. Осындай жабысқақ әрі қою масса шығуы қажет. Содан соң осылай видеодағыдай кішкене бөлшектен ала отырып, оның әрқайсысын дөңгелетіп формасына келтіреміз. Мінекей осындай дөңгелек шариктерді алдын ала дайындап алуымыз қажет. Барлық массадан осындай дөңгелектер дайындаймыз. Осы рецептпен жасасаңыз, сізде шамамен 20-ға жуық сырные шарики шығады. Барлық сырные шарики дөңгеленіп дайын болды. Енді оған панировочный сухари себеміз. Және де тарелкасымен қозғап, оның әрбір жеріне жететіндей етіп, осылай етіп араластырып аламыз. Мінекей дайын. Енді майды қыздыруымыз қажет. Яғни табаға алдын ала осындай майды құямыз және де қыздырамыз. Май қызғаннан кейін оған сырные шарикиді осылай етіп орналастырып шығамыз. Мінекей осылай қызарып шыжғырылуы қажет. Оларды араластыра отырып, екі жағынан қызарғанша қуырып аламыз. Осылай қызарғаннан кейін табадан алып, оны тарелкаға салып, салфеткамен майын алып алсаңыз болады. Мінекей сырные шарики дайын болды. Сізге видео түсінікті деген ойдамын. Баршаңызға міндетті түрде дайындауға кеңес беремін.